Ешқашан жолбарысқа өз қолыңызды жалауға бермеңіз. Мен жай ғана оның өткір тістері туралы айтып тұрған жоқпын. Бірақ бұл да маңызды. Оның тіліне қараңыз. Оның тілі үйдегі мысықтың тіліндей. Егер мысық қолыңызды жаласа, онда оның тілі бодырлы тәрізді екенін білесіз. Ал жолбарыстарда өте қатты кератинді папиллалар, артқа қарай ілмектер тәрізді бағытталған, және қатылығына қарай олар ұсақ тырнақтай. Жолбарыстар кейде жемтігін аулау үшін басқа жануарлардың дыбыстарын қайталайды. Бұл мінез-құлық сирек кездеседі, бірақ құжатталған. Сондай-ақ жолбарыстарында ерекше жолақтар бар. Адамның саусақ іздері сияқты. Екі жолбарыстарында бірдей белгілері жоқ. Жолбарыстардың ақырғаны 3 шақырымға дейін естуге болады. Ол басқа жолбарыстармен байланыс орнату және ескерту үшін қолданылады. Күштеріне қарамастан жолбарыстар сирек сәтті анаулайды. Әрбір әрекеттің сәттілік деңгейі 10-нан 1-ге жетуі мүмкін. Бұл үлкен мысықтардың құлақтарының артында жалған көздер бар. Бұл ықтимал жыртқыштарды немесе қауіптерді шатастыратын ағдақтар. Олардың зәрінің иісі майлы попкорнге ұқсайды. Ғалымдар 2 ацетил 1 пиролин атты химиялық қосылысты ашты. Ол таныс хош иісті тудырады. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңіз.